Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен бізге қажетті жылы сүт 325 мл және де 2 ас қасық қант, құрғақ ашытқы және 4 ас қасық ұн салып, осы қоспамызды жақсылап араластырамыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін біздің опарамыз осындай көбікше болып көтеріледі. Мінекей, көтеріліп дайын болып тұр. Жақсылап бір араластырып жібереміз. Және де үстіне 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және қанттың қалған бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді ұнымыздың қалған бөлігін барлығын толықтай саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Қолымызбен жақсылап қамыр дайындаймыз. Енді үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз және осы орайда жақсылап біріктіріп, сары май мен қамырымызды жақсылап біріктіріп және 5-7 минут арасында жақсылап қамыр илейміз. Мінекей, қамырымызды илеп, дайындап алдық. Ыдысымызға салып, бетін жауып, 1,5 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз осындай әдемі, аппақ бұлт секілді биік болып көтерілді. Жан-жағына жинастырып аламыз. Және де қамырымызды теңде 2-ге бөліп аламыз. Теңде 2-ге бөліп алдық. Әр қайсысын және тағы бөлетін боламыз. Дәл осы қамырдан 15 дана шығады. Осы қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Әр қайсысын осылай қолымызбен дөңгелек пішінге келтіріп, барлығын осылай жасап шығамыз.
формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырларымызды осыған орналастырамыз. Дәл осы видеодағыдай орналастыратын боламыз. Бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін міне осындай әдемі болып көтеріліп шықты. Енді бетіне жұмыртқаның тек сары уызын ғана жағып шығамыз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 150-180 градустың арасында 20-22 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің сап-сары, үлпілдек, әдемі булочкаларымыз дайын болып пісті. Өте жұмсақ болып шығады, өте дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осылай, дәл осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Шын мәнісінде дәл осылай жасап дайындап көріңіздер. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Және де менің арнамнан пайдалы, оңай рецепттерді көргілеріңіз келсе, арнама тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарап, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.